Монғолиядан келген дәрігердің әңгімесі. Қазақтар адамның көз жасына өте үлкен мән береді. Баласының көз жасына аман қалыпты, немесе адамның көз жасынан қорықпайсың ба деп жатады. Біз білмейтін тылсым күш, Құдайдың құдіретінде шек бар ма? Мен бүгін ананың көз жасы туралы айтпақшымын. Алматыдағы Ақсарай балалар ауруханасы ортопед дәрігердің қабылдау бөлмесі. Кабинетімде кеңес беруге кезекті ауруларды қабылдап отырмын. Орта жастағы арық келген қазақ әйелі кабинетке кіріп келді де орындыққа үн-түнсіз әй-шәй жоқ тез-тез басып жүріп келіп отырды да бетін басып кенеттен қатты айқайлап еңіреп тұрып жылап бастады. Шошып кеттім. Зәрем қалмады. Не істерімді, не айтарымды да, не болғанын да білмей, ойыма ештеңе келмей, қатты әбіршіп кеттім. Сізге не болды? Деп сұрауға да мүмкіндігім жоқ. Қиналып отырғаны сонша, бетін басып алып, өксіп еңіреп қатты жылап отыр. Реңі қап-қара, түтігіп кеткен. Амалсыздан күтіп отырмын. Анықтап келбетіне қараймын, бұрын көрмеген адам. Көп жыл өзіммен бірге отырған Медвеге Алтынайға танисың ба деп ымдап қоямын. Оның көзі бақырайып, иығын қиқан еткізді. Егер бұрын бір ретте болса біздің кабинетке басын сұққан болса, онда Алтынай оны бақай-тұқайына дейін ұмытпай айтып берер еді. Бұл енді жұмыста сирек кезігетін тосын жағдайлар. Біріншіден, үлкен әйел осы құрлы жырғағанынан жыламайды. Оны ет жүрегіңмен түсінуің керек. Екіншіден, осыншама күйініп қайғырып отырған адамның көңілін таппасаң, кенет ол сені кез келген болымсыз іс жағдайға кінәласа, әпсетте қақиып бастықтың алдында тұратын, ол белгілі. Бастықтың креслоның жанында жақсы көретін бастықтарын да алдында қатардағы дәрігер ең жылы жұмсақ дәмді тамақтар. Не болса да қандай да жағдай тек сен кінәлісің. Өзіңді еш жағдайға қорғай алмайсың. Әр жолы есік ашылған сайын келген кісінің ауруынан бұрын пәлелі біреу келмесе екен деп жаныңды шүберекке түймесең де тіксініп қас-қабағына қарап аман құтылуың армандай болатын кез аз емес. Мына келіншектің қай жамбасына түсерімді білмей, іштей тынып күтіп отырмыз. Біраз еңіреп жылап алды да, жылаған қалпы тоқтамай сөйлей берді. Мен осы кабинетке осыменен 3-ші рет келіп отырмын. Мен үшін қандай жағдай болса да, егер қолымнан келетін болса, баламның аяғына пышақ кескілетпей емдетсем, шіркін, балам ақсамаса деп ойлап едім. Бармаған жерім, баспаған тауым жоқ. Қатты қиналып біттім, деп айтып жатқан сөзінен әйтеуір біздікі кінәлі емес екенімізді, сосын, яғни ұршығы шыққан баланы емдетуге шаршап барар жер басар тауы жоқ болып жүрген ана екені, баласының жасы өте үлкен екенін түсінгендей болдым. Адамның анасының зар еңіреп жылап қиналып тұрғанын, баламды пышаққа түсірмей емдетсем деген сол қол жетпес асыл арманын естіген кезде ақсақтықтың азабын аз емес тартқан жүрегім ауырғаны былай тұрсын, атып тұрып құшақтасып жылауға дәс қалдым. Жаңағы еңіреген ана жанымның ашығаны сондай, ештеңеден күмәнсіз қысылмаңыз, мен сіздің балаңыздың аяғын емдеп беремін деп тура сол жерде ант беріп қойдым. Қолымнан келе ме, келмей ме? Ол баланың аяғы жазыла ма, жазылмай ма, қиын ба, жеңіл ме? Ештеңені ойлай алмадым. Менің бұл жолғы жасаған ең үлкен қателігім осы болды. Ананың көл болған көз жасын көргенде жаным ашығаннан болып, байыбына бармай, ештеңеге қарамай емдеп беремін деп бекер ант бердім. Мен емдеп берейін деген кезде ол жылаған кілт қойды. Расында да
Анадан туған адам үшін, ананың баласы үшін зар жылауынан өткен қандай қиын қасірет. Бұл дүниеде болу мүмкін бе? Жоқ. Тек аналар ешқашан ұрпағы үшін қасірет шегіп жыламасын. Анадан ананың не айырмасы бар? Менің анамда өмір бақи менің ақсақ аяғым үшін жылап өтті ғой. Өз ананың осылай еңіреген күндерін еске алшы. Бұл жағынан ойласам, өзімді кінәлаймын. Емдей алмасам да, үміт отын оялатып, жылаған ананы жұбатып, бір сәт болса да сенім отын жаққанының өзі неге тұрады? Ол өзінің маған берген хатында бүгінге дейінгі басынан өткізген өзінің баласының аяғының ауруын тарихын айтты. Сосын мен қалай не істеп емдейтінім туралы барлығын түсіндіріп айттым. Олардың үйі станция, Шамалғанда тұрады екен. Баласын алып келіп көрсетті. Көрсеткенмен не шара? Айтқан сөз атқан оқпен бірдей. Ешқашан қайтара алмайсың. Алғашында емдеу ісін өз үйлерінде бастап жасаймыз деп үйлеріне ұлымды жібердім. Ұлымның ортопед дәрігер куәлігі бар. Солай емдеп бастадық. Олардың үйінен бір 10-15 күн емдедік. Емдеу барысында ұлым қыздың аяғын емдеу өте күрделі екен. Жуық арада ұршығы орнына түсіп жазылатын түрі жоқ. Сондықтан бұл баланы үйге жақын жерге алып келіп емдейік, деді. Сол бойынша біз үйлерінен оларды көшіріп, үйдің қасында өзіміздің қашаның ішінде орналасқан үй деп атауға жарамайтын өте кішкене үйшік сияқты әйтеуір 4 қабырғасы төбесі бар. Қалай 4 метр ішіне бір төсек сиятын үйге алып келіп орналастырып, шамамыз келгенше қарап, ұршығын орнына түсіруге тырысып, 20 күндей болған кезде ешқандай ұршығы орнына түсіп жатқан нәтижесі болмады. Әкесі өлсе де есіртеді. Шешесіне айтып түсіндірдім. Баланың аяғына ұршығы орнына түспесе де гипс қоямыз. Бала 1,5 ай біраз демалып шаршағаны басылғаннан кейін қайта алып келесіз дедім. Бала осы кезде емделу уақытында қатты шаршап қиналып, аяғы ауырып, төзеу мүмкін емес жағдайға түсті. Шешесі күндіз-түні ұйықтамай төсегінің басына талтайып отырып, баласының кеудесіне жатқызып алып, аяғын уқалап 20 күндей өте ауыр адам төзгісіз жағдай болды. Мен осы уақытта бірнеше рет бұл баланың енді қинамайық, қолымнан келмейді екен, әуре болмаңыз деп айтуға оқталдым. Бірақ ең алғашында анасы келгенде мен осы кабинетке 3 рет келдім. Осы баламның аяғына пышақ тигізіп емдетсем деген бір арманым еді деп зар жылағаны есіме түскен кезде, егер жақсы болып кетсе, шекет ауырмаққа бір күнгідей ұмытылып кетеді. Тек жазылса болды деп ойлап едім. Емдей алмаймын, қолымнан келмейді деп айтпақшы болғанымда, айтпай 1 айдан соң келгеннен кейін қайта жалғастырайын. Үміт дүниесі ғой, қоя бердім. Кішкене түсінік бере кетейін. Маған баласын алып келген әйелге ұқсап, сізге емделген кісіден естіп келдім. Бәленбайдың баласын емдеусіз, операция жасатқымыз келмейді деп айтып, маған түсіндіріп бастағаннан ақ, мен ол кісілерге осы Алматының көлемінде кез келген жерден, неғұрлым бізге жақын жерден өздеріңіз үй табыңыздар. Мен сол сіздер тапқан үйлеріңізге барып емдеп беремін деп айтамын. Содан сол адамдардың тапқан үйлеріне барып емдейміз. Қымбат қонақ үйлерден бастап көмір салатын үйшікке де жатқызып бала емдедім. Бірде Талдықорған қаласынан келген адамға түсіндіріп, өзіңіз үй табыңыз деп айтып жіберсем, 10 шақты күн өткеннен кейін жатып емделетін үй әрең таптық. Мекен-жай адресін берді. Адресі бойынша барсам, бетоннан құйған тек қана бір төсек, қасына бір орындық сиятын көмір салатын үйшік екен. Ішін айнадай балдырап тазалап, ақтап соған кіріп орналасып алыпты. Ойбай-ау, бұндай жерде қалай емдейміз? Терезесі жоқ, есігі күнге қараған мынаған шыдаймысыңдар? Өлесіңдер ғой десем, аға, сіз өз жасайтыныңызды жасап, тек қызымның ұршығын емдеп берсеңіз болды. Бізде бұл жерде артық орналасуға ешқандай жағдайымыз жоқ.
табылған жағдайымыз осы деді. Мен амалсыздан сол жерге емдеп, ақыры аяғы жазылып кетті. Барлық қиыншылық тозақ өтіп кеткеннен кейін бір күнгідей болмайды. Қиыншылықтың, тозақтың өтпей кетпей жабысып қалғаны ғана жаман. Осылайша әлгі емдеп жүрген баламыз бір ай өткен соң қайтадан келді. Ол кезде олар қайтайланып келгенше үйдің қасындағы бір бос жерге кісі жатуға ыңғайлы еңсесі кем бір бөлме үйді өзім жасап қойған едім. Соған келіп орналасты. Енді алдындағы олардың жатқан үйімнен салыстырғанда 5 жұлдызды қонақ үйде еді. Бірақ жаңа менің айтқанымдай ата-аналар баласының денсаулығы үшін барлық тозаққа төзеді. Төзбейтін тозаққа да төзеді. Қандай жерге жатқызсаң да жатады, не істеп не айтсаң да көніп тыңдайды. Айтқаныңдай қолынан келгеннің бәрін баласы үшін жасайды. Қандай биік лауазымды, қандай тәкаппар, қандай мінезді адам болса да, баласы үшін барлық мінез тәкаппарлығынан бас тартып, баласын емдетудің осы тәсілін пайдалы екенін нақты түсінсе, қандай қиыншылық болса да төзеді және ол жолдан қайтпайды. Осыған мен кәміл сенемін. Өміріңде ең ерекше бір түсінген дүниең не десе, осы айтқанымды баласы үшін адам барлық тозаққа дайын деп жауап беретін едім. Бұл ауруды жеңу үшін ең қажет қасиет, солайша дәрігер мен ата-ана бірікпей еш нәтиже болмайды. Олар қайтадан келіп жаңағы жерге жатып емделіп бастады. Алдыңғы жолғы көрген тозақ қайта басталды. Қайтерімді білмеймін. Күндіз түні ойланамын және күні түні Құдайға жалбарынамын. Құдай, басқа ешкімге көмек болмасаң да, осы қызға көмек болшы. Осы қыздың шешесінің көз жасына араша болшы. Мен сенен жалынамын. Осыдан кейін емдеп жүрген бір балам жазылмай қолым жүрмей қалса да, тек осы баланы жазып берші. Осы баланың анасының жылағанын, баласы үшін қиналғаны менің жан жүрегімді қинап жіберді. Осы ананың жылағанын көргім келмейді деп жалынамын. Құдайға күнде жалынып шығамын. Оларға да айтамын, күндіз түні бір Құдайға жалына беріңдер деймін. Әр күні түнде жатқан кезде ойланып бекер жасадым. Енді емдеуді тоқтатайын. Ертең таңертең тұрып барып баланы босатып үйіне қоя берейін. Құрсын операцияға жіберейін. Бекерден бекер баланы бұлай қинамайын. Мына баланы бекер шаршатып әуре болдырып жүр екенмін. Шешесі сен де қиналғанын үстіне қиналып қиын болып кеттің деп айтқалы барсам, шешесі мені көрген жерде не айтқалы келгеніңді түрімнен оқып алады да, дәрігер, біз төземіз, сіз жалғастыра беріңіз дейді. Осылайша көзді ашып жұмғанша үйдің қасына алып келіп, емдеген ортаншы 20 күнде өтіп, баланың аяғы орнына түспей қиналып, баланың қиналысынан ары қарай жалғастыру мүмкін емес болғаннан кейін, аяғына қайтадан гипс қойып, тағы да бір айға демалып келуге үйіне жібердім. Шынын айтсам, ешқандай қолымнан келмейтініне кәміл сеніп, енді қолымнан келмейді, тоқтатайық деп айтайын десем, анасының көңілін қимаймын. Соншама жылап зарлап, ештеңеге қарамай 2 ай ұйқысыз, күлкісіз жүргенін, бірдей бір қиыншылықты сезінбегендей мен барғанда басы айналып құлағалы отырса да күліп, жақсымыз дәрігер, шыдаймыз, жалғастырыңыз, сізге сенеміз деген сөздері менің жанымды жеп қашып, құтылуға жер таба алмаймын. Бірақ екінші рет келіп емделген кезде бірнеше рет айттым. Мен түңілейін деп жүрмін, негізінде күдерім үзіңкіреп жүр деп айтсам, жоқ, сіз бізге қам жемеңіз, біз барлығына шыдаймыз дейді. Соныменен тағы гипс салып үйіне қайтардық. Ақыры соңында баланы емдеп жүрген жоқ сияқтымын. Барлық іс-қимылым анасының қайғырып шашын жұлып, соншама еңіреп жылайтұғын қасіретті қайғылы күнін созып жүргендеймін. Егерде анасына болды, қолымнан келмейді, енді ары қарай жасай алмаймын деп айтамын деп ойласам, кабинетке алғаш келгендегі жылағаны қайта-қайта ойыма орала берді. Ол кезде мүмкін маған сәл үмітпен келіп жылаған шығар.
Енді үмітсіз жылаған кезде, үмітсіз қайғырған кезде, анасына қандай қиын болатынын ойлаған кезде, мен анасына сонша қасіретті өз қолыммен, өз аузымменен жасай алмай, қайтерімді білмей екі оттың ортасында қалғандай боламын. Енді ең негізгі өзімді кінәлай беремін. Сен ем болмаса баласын көріп, емдей аласың ба жоқ па соны біліп, сосын айтпадың ба? Неге ойланбай тура емдеп беремін деп айттың? Бұдан былай еш уақытта қандай да жағдайда ондай болмасын деп өзімді өзім жазғыра беремін. Сонымен екінші реткі ұршығына орнына салып емдеуге талпынған емдеу уақытымызда еш нәтижесіз өтті. Бірақ шешесінің көңілдегі қайғысы сол жеңіл болып, біраз уақытқа дейін қызының аяғы жақсы болмайтынына көңілін дайындасын деп осы жолы кетерінде айттым. Енді бір-ақ рет жасаймыз. Біз енді ең көп жасағанда 2 реттен асырмай балалардың аяғының жазылатын жазылмайтын дәлелдеп айтатынбыз. Бұрынғы емдеп жүрген балалардың практикасында сондай. Енді сенің балаңа аянбай 3-ші рет қайтадан емдеп көргелі жатырмыз. Келешек денсаулығына бұл тәсілден еш зияны жоқ. Дегенмен баланың ауырсынып емдеу барысында қиналғаны кімге жақсы емес. Осы 3-ші ретте қолымыздан ештеңе келмесе, ұршығы орнына түспей жақсы болмай жатса ренжіме. Онда 4-ші рет деген жоқ. Ары қарай емдей алмаймын. Онда операцияға баруға тура келеді деп айтып қоя бердім. Біз емдеу тәсілін мамырда бастадық. Міне, қыркүйек болды. Мамасы хатында 15-інде деп жазыпты. Мен осы күнге дейін емдеген барлық балалардың қайсысы қай күні қашан емделеді деген ай күнін еш уақытта да білмеймін. Осы баланың ең соңғы емделген күнін қыркүйектің 5-і деп өмір бақи жаттап алыппын. 3-ші рет емделуге келді. Көңілім күпті, ойлап жүрмін. Қатты қинамай баланы бір шама көріп қолымнан келмейтінін дұрыстап айтып түсіндіріп, сосын операцияға жіберейін деп сонымен сырылдап 15-20 күнде өте шықты. Ең соңғы күнге келдік. Бұрынғыдай тозақтар, қиыншылықтар өткендегі айтқанымдай баланың жылағаны, анасының қиналғаны ұйқысыз күндер. Бұл күннің өзіне де әрең жеттік. Күнде ойланып, күнде Құдайға жалынып. Ең соңғы күні келіп, аяғын орнына салсам, ешқандай түсетін жағдай жоқ. Бітті. Таусылдым. Қиналып тұрмын, анасына айттым. Мені Құдай кешірсе, анасы сен де мені кешір. Менен өте үлкен қателік кетті. Мен ақымақ басымменен сендерге көмектесейін деген ізгі ниетіммен сендерді осыншама уақыт қатты шексіз қинап жібердім. Расымен жүрегім ауырып тұр. Бірақ не шара? Барлық қателік уақытпен бірге өтіп кетті. Бұны білгенімде сендерді емдемеу керек еді. Не қинамай ерте босату керек еді. Мен сендерді өте қатты қинап жібердім. Сондықтан тағы да кешірім сұраймын. Алла кешірші деп жалындым. Енді аяғындағыларды шешіп алып тастайық дедім. Шешесі еш жыламайды. Бедірейіп отыр. Байқұс қиналыстан жылайтын да шамасы жоқ, жынды болып қалған ғой деп ішімнен ойлап қоямын. Шешесінің көңіл күйі тіпті баяғыдай. Жылап отырмаса да көзін тіпті бір қалып тұстайды. Сізге бір өтінішім бар, дәрігер. Бүгінше тұрсыншы, ертең алып тастаңыз дейді. Мен айтамын, сен қандай адамсың, мына баланы қарамайсың ба? Қалай қиналып жатыр? Қанша уақыт өтті? Мен ақымақ болсам да дәрігермін ғой, қолымнан келмейді деп айтып тұрмын. 60 күн осы тозақтан, қиыншылықтан өттіңдер. Барлығын қосса 5 ай өтті. Бір күннің қандай не айырмашылығы бар? Мамырда бастадық. Өзің біліп отырсың, міне қыркүйек болды. Мен ешқандай ертең не болатынын біліп, саған айта алатындай жағдайда тұрғаным жоқ. Мен үшін негізгі мәселе бір күн болса да қызыңның осы қиналуын ерте тоқтату керек. Менде содан артық бақыт қалмады. Бүгін шешейік дедім. Дәрігер, жалынамын сізге. Бір күн күтіңізші дейді. Ешқандай айтар сөзім жоқ. Жарайды, сенің айтқаның болсын.
Осы қызыңның қиналған бір күннің тозағы өз мойныңа аласың. Өткен күннің барлық қиянаты менің мойнымда деп шығып кеттім. Шығып алып басымды шайқап, күбірлеп сөйлеп ойлап қоямын. Расында қиналыстан басына бір пәле болған шығар. Әйтпесе қыз расымен қиналып жатыр. Өлмеген құлға ол да әлі ақ демекші. Сағаттап санап ертеңгі күнде келіп жетті. Қыздың аяғын шешіп босатуға кіріскен кезімде әрине үмітсіз сайтанның ісі ғой. Әркез Құдайдан үміттің үзілмеуі керек емес пе? Мамырдан бері қыркүйекке дейін тек Құдайға жалынып жүрміз. Өзімізде еш қауқар жоқ. Екі аяғының ұршығын орнына салып көргенде, екі ұршығы бірдей орнына түсіп, құланы таза жазылып кетті. Міне, Құдайдың құдіреті. Мен осыдан өмірден бір нәрсе түйдім. Алла тағала бақты адамға әр түрлі жолмен береді екен. Кейбіреуге анасы арқылы, кейбіреуге әкесі арқылы. Ауырған кезде де Алла тағала ауруға шипаны тек дәрігер арқылы береді десе, мен осы оқиғадан соң еш уақытта сенбес едім. Ауруға шипаны Алла тағала анасы арқылы да береді екен. Міне сіздер сенсеңіздер де сенбесеңіздер де оқиға осылай болды. Мен ол баладан емделіп жатқан кезде сұраймын ғой, қызым, егер Құдай жеткізіп аяғың жазылып, сап-сау қыздай ақсамай, зыр жүгіріп кетсең нені армандайсың деп. Сонда ол, осы күнге дейін мені ақсақсың, шойнақсың деп, мені ойнатпай ойыннан қуып шығарған, мені келемез деп ренжіткен балалардың бәріне жүгіріп жарысайық деймін. Жарысқан кезде оларды қуып жетіп озып, жазылған аяғыммен аяғынан теуіп, жылатып өшімді аламын. Олардан болып мен де көп жыладым. Солай емес пе дәрігер, деді Алла Құдайға тағала, барша жұртты ақсатпасын. Қаламаймын. Ешкімнің ақсақ жүргенін қаламаймын. Өз тағдырыма еш уақытта да өкінбеймін. Рас өкінбеймін. Бірде-бір рет Құдайым мен неге ақсақ жасадың деп Құдайға жыламадым. Бірақ ешкімнің ақсақ жүргенін қаламаймын. Барша адамзаттың ұрпағы ешқашан ақсамасын. Анасының хаты. Өзіміз Өзбекстанның Нүкіс автономиялық республикасының Мойнақ ауданының Қызылжар ауылында дүниеге келдік. Атам, енем бар. 4 балам бар. Қызым Жақсыбаева Ұлзат Майрамбай қызы. 2003 жылы 3 сентябрьде дүниеге келді. Мен қызымды өз күшіммен туғанмын. Ешқандай патология болған жоқ. Қызым 40 күн толып 40-ынан шыққан күн күндіз бесікке бөлеген едік. Қатты жылады. Сол жылағаннан қатты жылауық болды. Ол кезде еш нәрсені сезбедік. Прививкаларын уақытында алдым. Барлық медициналық тексеруден өтіп тұрдық. Бір рет ауырып больницаға да жатып шықтық. Бірақ маған бір врач, осы қыздың аяғы осындай ғой деп ешкім айтпады. Сөйтіп жүргенде 1 жас 8 ай болғанда ауылға диспансер келді. Медициналық тексеруден өткізетін болдық. Сол күні мен қызымды алып медпунктке бардым. Анализдерін тексеріп болған соң хирург врачтың алдына бардым. Барсам бір жап-жас жігіт. Ол қызымды көре салысымен, тәте, мына қызыңның аяғы жамбас сүйегі орында емес қой, деді. Шындығында мен оған сенбедім. Себебі мен де өзім медикпін ғой. Тәте, азанда райондық больницаға барыңыз, деді. Ертесіне барсам, хирург шынында да қызыңыздың аяғы орында емес. Бұны біз білмейміз. Нүкістегі республикалық больницаға апарыңыз, деді. Апарсам, республика больница ортопедия бөлімінде жалғыз врач істейді екен. Соған көрсеттім. Сол жерде рентгенге түсіріп көріп, 2 аяғында емдеу керек, екеуі де орнында емес, деді. Бұрын ондайды көрмек түгілі естімеген мен жылап-жылап келісім бердім. Асырып кетсем, Құдайдың өзі кешіргей. Содан 2 аяғына аяқтың ұшына дейін қара зіл етіп гипс салып берді. 2 айдан соң келдеп, 2 айдан соң бір аяғы түсті. Енді 2-ші аяғын тарттырамыз, қоямыз дейді. Тарттырып 15 күн қойды. Негізгі килограмм ас салып қойдау деймін. Бірақ түспеді. Белінен бастап аяғының ұшына дейін және гипс салып берді. Бастарында ауыртып не қылайын?
15 июнь 2005 жылдың 15 наурызына дейін сол врачқа сол қара зіл гипспен 8 ай қатынадым. Қызым өлуге келді. Аппетит мүлдем жоқ. Сосын атам мен енем маған сөйлейді. Осы қызды өлтіріп аласың, солай ақ жүрсің, қоя ғой деді. Сосын апармадым, бұл сонымен қалды. Гипсін алып тастадым. Бір күні жолдасымның ағасы келін қызды мына жақта бір сынықшы бар екен, соған апарайық деді. Оған да 8 ай қатынадым. Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Сонымен оны да қойдым. Бұның бәрі тек ауызға ансат қой. 2007 жыл 1 июнь күні Өзбекстаннан Қазақстанға көшіп келдік. Келіп поликлиникаға учетқа отырдық. Сосын картасында жазулы тұр. Осы жақтың врачтары айтты: сен мұны Ақсай республикалық балалар ауруханасына көрсет деп. Бұл қазан айы болатын. 2007 жыл келіп 3 кабинетке бардым. Барсам бір орыс врач мен қазақ медсестра әйел отырған екен. Қызымды көріп операцияға бермесең болмайды деді. Мен оған үндемедім. Ол сонымен қалды. 2008 жылдың март айында 6 айлық баламды емшектен шығарып, осы жаққа келіп босандым. Неде болса маған аналық жүрегіме арман болмасын деп Ташкентте операцияға алып кетуге даярланып жатқанмын. Себебі Алматының бәрі операциясы қымбат деді. Квота алған мен бәрібір сол ақшаны кетет деді. Бір күні үйге атамның досы келді. Ұзынағаш деген жерде тұрады екен. Дүйсенбай ата, қасында Хамит деген баласы бар. Шай ішіп отырғанбыз. Бір кезде жаңағы қасындағы баласы: келін, осы сенің қызыңның жүрісі қалай деді. Сосын біздер оған жағдайды айттық. Сондай Өзбекстанға жетпекшіміз. Сосын ол айтты: жоқ, ешқайда да бармай-ақ қойыңдар. Менің інімнің 2 қызының аяғы осындай болған. Ақсай больницада Бурахан деген мықты врач бар. Соған апарып көрсетіңдер деп адресін берді. Барсам баяғы орыс врачтың орнында осы аға отыр екен. Бардық, көріндік. Емдек көремін деді. Сол кезде: мына менің қуанғанымды ешқандай сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сенсеңдер де сенбесеңдер де өздерің білің. Бұл күні 2008 жылдың 25 майы еді. Үйіне барып мына заттарды даярлап қой деп қолыма жазып берді және телефон номерін берді. Бәрі даяр, болғасын мені шақырасын деді. Үйге келіп бәрін даярлап қойдым. Алла, бұрын менің өзіме құдай білдіретін сияқты еді. Осы қызым пышаққа түспей тәуір болатын сияқты еді. Бір құдайдың өзі жар болып. Тәуба, мен бұрын көп жылайтынмын. Осы қызымды ойлап сондай. Анам, жылама балам, менің ішім қорықпайды. Құдай қаласа қызың тәуірі болып кетеді. Бұл күндерінде ұмытып болар деп жұбататын. 2008 жыл 5 июнь күні Бурахан ағаның баласы Нұрдәулет келіп, қызымның 2 аяғы асып беріп кетті. 1-7-ден соң үйге апарып емдеймін деді. Бірінші асқанда 15 күн жаттық. Гипсін алып үйге қайтарды. 1 айдан соң және 10 күнге асып қойды. Және гипс салып берді. Сонымен 3 рет 6 сентябрь күні бардым. Содан 14 сентябрь күні кеште аяғын орнына салды. Алла, сонына бергей. Қазір жазуға бәрі оңай болып тұрау. Бірақ сол күндерді досым түгілі дұшпанымның басына бермегенін деп тілеймін. Ол күнді көрген қиыншылығымды ешқандай сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Төсекке қолымды тіреп отырып жылағаннан күндерімді ешкімге көрсетпегей. Бірақ өзімнің жасын ешкімге көрсетпеуші едім. Тек жолдасым жылаушы еді. Сонда қызым сағатқа қарап отырсам 1 минут ұйықтап 10 минут жылайтын еді. Әйтеуір бір таң атып кеш бататын еді ау. Бірақ мен қызымды көп қинамадым. Құдайдың өзі кешіргей, ешқандай жылағанына қарағаным жоқ. Жылап отырып 2 жағына да салмақ қоса бердім. Врач күнде келіп хабар алады. Бірақ врач маған аяғына салмақты азғантай салған деген, 5 килодан артық салма деген. Бірақ мен одан көп салдым. Білмеймін, бір құдай қолдады ма. 3 рет 7 сентябрь күні барғанымда Бураханаға айтқан: осы соңғы істеуім не істеймін деген.
Сонда мен айтқам, бірінші Құдайдан, екінші Бурахан ағайдан үмітім бар деп. Бәрін бір Құдай әмин деді ме, осы күндерге жеттім. 15 сентябрь күні аяғын орнына түсіріп берді. Сол күні қуаныштан жылағанымды айтып жеткізе алмаспын. Бурахан ағаның қолына дерт бермесін деп шын аналық жүрегімнен тілеймін. Маусым айынан бастап аяғынан ептеп жүре бастады. Құдайға шүкір, қазір аяғы түгел түзелді. Түзу басады, жүгіріп ойнап жүр. Баяғыда жылап жүргенінде врач айтатын, осыдан еңбегінің қызыңның аяғы жазылып кетсе, бұл күндер болмағандай жүріп кетесің деп. Сол сөздер рас екен. Бәрін бір минутта ұмыттым. Осы шын екен. Қазір еш нәрсе болмағандаймын. Құдайға мыңда бір шүкір осы күндерге жеткізген. Бұл өмірде түсінген бір адамға, ата-анаға дүниеге 12 мүшесі сау бала әкелуден артық бақыт болмас деп ойлаймын. Алайым солай болғай. Қызымның екі аяғын түсіріп қуанып үйге қайтайын деп жатып, Ардақ тәтеге барғам. Врачтың әйелі сонда ол айтқан қызың үйге барғасын, аяғы жазылды деп, ешкімге айтушы болма, көз тиеді деп еді. Үйге келген соң 6 айға дейін ешкімге айтпадық. Тәуір ғой дедік те ойдық. Кеше 3 сентябрьде қызым 6 жасқа толды. Биыл оқуға бермедім. Келесі жылы берем, Құдай қаласа. Мен жанұямның атынан врач ортопед Бурахан ағаға тек денсаулық жанұясында мол бақыт, жұмысында табыс, ауызбіршілік, татулық, аманшылық тілеймін. Немерелерінің қызығын жұбайы Ардақ тәтемен бірге көріп, ұл қызының алдында Алланың берген жасын жасап жүре берсін деп тілейміз. Қолыңызға дерт бермесін. Алдағы уақытта да талай мен сияқты аналардың қуанышына ортақ болып жүре бергейсіз. Сізге деген алғысымыз шексіз. Мен сіз туралы не айтсам да, не жазсам да көп емес ау. Әттең журналист болсам ғой, сіз туралы талай дүние жазар едім әттең-ай. Осы естеліктерді қағаз бетіне түсірген ұлзаттың мамасы Аманка Жеңісқызы және әкесі Майрамбай Жақсыбайұлы. Сөз соңында айтарым, бұндай ұршығы шыққан балаларды 2 жастан 9 жас арасында операция жасамай емдеу практикада да жоқ дүние. Қыздың жағдайына бұрын талай бала емдесем де, осы қыз осылайша емделу тарихы ұмытыламастай жүректе сақталды. Жүрегіме тигені сондай-ақ, осы жазып бергенін 2 күн жылап жүріп, әрең көңілімді ұстап оқып біттім. Алла сіздерге амандық берсін, ауырмаңыздар. Құдай берген сау баланы бақтым деме, менің шығарған мақалым. Арнаға жазылып пікір қалдырыңыз және достармен бөлісіңіз. Осылайша көпшіліктің көруіне себепкер болыңыз. Рахмет.